Саламатсыздар ма, білім алушылар? Алғашқы әскери және техникалық дайындық пәнінің оқытушысы Жұрынов Жақсылық Омарханович. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы атыс дайындығы, Калашников автоматы. Бүгінгі сабағымызда үш мәселені қарастыратын боламыз. Бірінші, Калашников автоматының тарихы. Екінші, Калашников автоматына сипаттама. Үшінші, Калашников автоматын жартылай бөлшектеу және жинау. Калашников автоматын ойлап шығарған Михаил Тимофеевич Калашников. Калашников автоматының алғашқы үлгісін Михаил Калашников 1943 жылы соғыстан жараланып келген соң, қазіргі Алматы облысы Ақсу ауданы Матай станциясының паровоз депосында ең алғашқы үлгісін жоңған. Пайдалануға берілген жылы 1947 жыл. Калашников автоматына сипаттама. Калашников автоматы мен пулеметі қарсыластың түргішін жою мен атыс құралдарын құртуға арналған. Қарсыласты қоян-қолтық шайқаста жеңіліске ұшырату үшін автоматқа сүңгі пышақ орнатылған. Түнгі уақытта ату және бақылау үшін түнде атуға арналған әмбебап көздеуіш бекітіледі. Автоматтан атыс жүргізу үшін кәдімгі жарқырауық және сауыт бұзғыш өртегіш оқтары қолданылады. Оқ-жотар қорабында автоматта 30 патрон, пулеметте 45 патронға дейін болады. Автомат пен пулеметтің оқ-жотарларын өзара алмастыруға болады. Автоматтың салмағы 3-600 кг. Автомат мынандай негізгі бөліктерден тұрады. Бірінші, оңғы қорабы, көздеу аспаптары және тапанша сабы. Екінші, оңғы аузындағы тежеуіш компенсатор. Үшінші, оңғы қорабының қақпағы. Төртінші, газ поршыны мен бекітпе жақтауы. Бесінші, бекітпе. Алтыншы, қайтармалы механизм. Жетінші, оңғы бастырмасы мен газ түтігі. Сегізінші, құндақ. Тоғызыншы, оқ-жотар. Оныншы, сүңгі пышақ. 11-ші, сүмбі. 12-ші, жабдығы мен пенал. Келесі кезекте Калашников автоматын жартылай шашу және жинау тәсілдерін көрсетемін. Калашников автоматын бөлшектеу үшін ең алдымен автоматты өзімізге айналдырамыз. 70 градустық деңгейде ұстап тұрып, оқ-жотарды шешеміз. Оқ-жотардан кейін қорғаныс қақпағын түсіріп, бекітпені тартып, оқтаймыз. Және оқ бар ма жоқ па оны атып тексеріп көреміз. Содан кейін 60 градус деңгейде ұстап тұрып, жабдықтар пеналын шығарып қоямыз. Келесі кезекте сүмбіні шығарамыз. Сүмбіден кейін тежеуіш компенсаторы шығарамыз. Тежеуіш компенсатордан кейін оңғы қорабының қақпағын шығарамыз. Содан кейін кезекте қайтармалы механизмді шығарамыз. Содан кейін кезекте бекітпеден бекітпе жақтауын ажыратамыз. Бекітпе жақтауы, бекітпе. Жалаушаны көтеріп тұрып, газ түтікшесін шығарамыз. Калашников автоматы жартылай бөлшектенді. Калашников автоматын жинау әдісі кері бағытта жүргізіледі. Бірінші, жалаушаны көтереміз және газ түтікшесін орнына орналастырамыз. Екінші, бекітпе жақтауымен бекітпені бекітеміз. Келесі кезекте қайтармалы механизмді орнына саламыз. Келесі кезекте оңғы қорабының қақпағын өз орнына қоямыз. Осыдан кейін қорғаныс қақпағын жабамыз. Қорғаныс қақпағын орналастырған 90 градусты ұстап тұрып, тежеуіш компенсаторды орналастырамыз. Тежеуіш компенсатор 2 рет бұрылады. Ең соңына келген кезде.
Келесі кезекте сүмбіні орнына орналастырамыз. Сүмбідан кейін жабдықтар пеналын өзінің орнына саламыз. Келесі кезекте оқ-жаттарды орналастырамыз. Калашников автоматы жартылай толығымен бөлшектенді және жинақталды. Осымен сабағымыз аяқталды. Үй тапсырмасы: атыс дайындығы, Калашников автоматы, қайталап оқу.